Қыс келді. Кішкентай жаңбыр түні бойы қынсылап көңілсізденіп шықты. Осыны байқаған оның қыз анасы: «Жаңбыр, саған не болды? Неге жылап отырсың? Не болды? Әлде сені біреу ренжітті ме?» деп сұрады қыз ана кішкентай ұлынан толқып. «Бүгін мүлдем ұйықтамадың ба? Мен саған көмектесе аламын ба? Көз жасыңа не себеп болғанын айтшы», деп анасы толқып сұрады. «Иә, анашым», деп жылады жаңбыр, «мен өте көңілсізбін. Бұған біздің нағашы ағамыз жел себеп болды», деді жаңбыр. «Жаз бойы мен достарыма гүлдерге, өсімдіктерге және шөптерге гүлдеп, өсіп өнуіне көмектесу үшін көп жұмыс жасадым. Мен оларды суардым, шөптер мен жапырақтарды таңғы шықпен жудым, оларды бұлттармен жауып, ыстықтан қорғадым. Менің достарым есейгенде сондай әдемі болып, жарқырап киініп, жазғы жаңбырға үнемі қуанатын. Мен олардың сұлулығына тәнті болдым, олардың шырылдаған сыбырларын, күлкілерін тыңдадым, хош иістерін жұттым. Мен өзімді және жұмысымды мақтан тұттым». «Ал жел ағаның кінәсі неде?» деп сұрады анашы. «Себебі біздің қатал ұзын сақалды жел ағамыз сол түстіктен кенеттен ұшып келіп, бұлттарымды таратып жіберді. Бірақ жылап отырғанымның себебі бұл емес. Ол менің достарымнан ажырап қалуыма себеп болды. Алдымен ол гүлдердің барлық тозаңдарын ұшырды. Содан кейін ол барған сайын күшейіп, гүлдердегі барлық жапырақшаларды жұлып алды. Қатты соққан жел ағаштардың бұтақтарына ілініп, одан бетер ашуланды. Ол ағаштардағы барлық жапырақтарды ұшырды. Ол өте жаман және қатыгез. Өсімдіктерді қайта өсіру үшін суаруға тырыстым, бірақ одан ештеңе шықпады. Менің достарым тарап кетті. Мен олардың қазір қайда екенін білмеймін. Оларсыз өзімді жаман сезінемін. Бұл өте қайғылы жағдай. Ағаштар толығымен жапырақсыз болды. Енді мен достарымды қашан көремін? Қоштасуымыз мені жылатады, анашым. Мен сені түсінемін, балам. Бірақ ағамызды білесің ғой. Оның мінезі өте қиын», деді қыз ана. «Көңілді түсірме, балам. Сенің достарын ұзақ сапарға кетті. Бірақ олар міндетті түрде көктемде оралады. Олар келгенін көктемде құстар саған қуана айтатын болады. Содан кейін оларды суарып, қайтадан күтуге болады. Ал жер мен ағаштар қыста тоңып кетпес үшін, мен оларды ақ, жылы жұмсақ көрпемен жауып қоямын. Жата ғой, балам, көктем келгенге дейін ұйықтай ғой», деп анасы ұлын құшақтады. Қыз анасы өз баласын әлдейлеп ұйықтатты. Жаңбыр жылауын қойып, қатты ұйқыға кетті. Ал қыз ана шеберлікпен тіккен күміс жылтыр лақпен ақ көрпесін жайып, айналасын аппақ мамық қармен жауып қойды. Сиқырлы түрде сор мен күңгірт айналаңның бәрі кенеттен жарқыраған ақ мамыққа айналды. Осылай қыс мезгілі де келді.